Кейде өзіме тым көп алып қойып, жанды қоярға жер таппай шырылдап кететінім бар. Кешелер мысалы Түркменстаннан бір отбасы келді. Сонау Түркменстанда жатып, мына бізге солтүстікке келуге шешім қабылдаған екен. Сонымен не керек? Отағасы жеңгені алып, бір ұлы бір кішкентай қызымен алдымен Маңғыстауға жетіп, сол жақтан бір көлікпен солтүстікке келе қалған. Өзі кіші жүздің өкілі. Жалпы батыста туыстар болғанымен қазіргі заңнама бойынша елге келген қандас тек солтүстікте ғана тұруы керек. Сөйтіп, бауырым саған келдік, ал қоныстандыр бізді деді. Енді кел демек бар, кет демек жоқ, жанталас бұларды орналастыратын қонысы деді. Енді басты мақсат көшіп келген адамды жалғастыратпау, адамдармен араластыру, сіңдіру ғой біздік. Осы критерияларды есептей отырып, мына жанымыздағы Аққайың ауданына жіберуге шешім қабылдады. Аққайыңды таңдаған себебім, ол жерде Маңғыстаудан келген кіші жүз өкілдері бар, және солтүстікке жалғыз түйір Түркменстаннан көшіп келген Қадыр Ақын атты ағамның отбасы бар еді. Соларды селбестіру деген ең үлкен тактикалық шешім деп ойладым өзім. Сонымен не керек? Бұл кісілер өкіметтен көмек алу үшін алдымен құжаттарын шешу керек. Ол шамамен 2 ай. Ал ол 2 ай өтіп өкімет көмегінен үй алғанға дейін қоныстанатын жер керек. Бір шам адамның үйіне өтініш қып құжат күткен отбасыларды осылай жайғастырып тастаған. Лимитім деп өтіп қапты. Енді айлық тұрақ болатындай майлауға пәтер үй іздедім. Жалпы қаладан шамамен 40 шақырым болғасын жанға жайлы, маңға жайлы Аққайың ауданына сұраныс көп. Келіп алған ішкі сыртқы көші-қон өкілдері де жетерлік мұнда. Қысқасы пәтер жоқ, уақыт өтіп барады. Алыс жолдан көздерінен жігер шашып келген мына қандастардың көзіне мұң ұялай бастады. Сонымен не керек? Жан жаққа аудан әкімшілігіне хабарласа отырып, аудан орталығы Смирновтан небәрі 5 шақырым жердегі Трудовой ауылының әкіміне шығып көмек сұрап ем. Ауылдың әкімі Майра ханым сөзімді жерге тастамай, әкімдік балансындағы бос тұрған бір үйді беретін болды. Қуаныштан төбем көкке қайта соғылды десем де болады. Енді міне Түркменстаннан келген бір отбасы, тамыр танысы бар, табиғат десе табиғаты бар, Трудовой ауылының мүшесі болып шыға келді. Жеңгем де бір өзі пысық әйел екен, кіре сала үйді ақтап, жуып шайып, тазалап орнығып алды бірден. Енді бұйырса құжаттарын жасауды біз қолға алып, шамамен бір 2 айдың ішінде Аққайың ауданына ресми қоныстандыратын боламыз. Осындай бір сәттерде мына Халық банктен Каспийдан ашып қойған тәуекел ерулік қорымда бір шама ақша болса, осындай алыстан келген азаматтарды тұрақты тіркеп келген кезінде далада қалмайтындай, әр аудан орталығынан бір үй алып қойғанымда ғой деп қиялдайтыным және бар. Бірақ өкінішке орай олармен орындалмайтынына күннен күнге сенімді болып бара жатыр. Жалпы негізі мына мені танитын азаматтар көп деп білем осы уақытқа дейін. Араларында кәсіпкерлері бар шығар, араларында тағы басқа дүниелер жасап жүрген мықты, белді, жағдайлы азаматтар бар шығар. Жігіттер, біздің мына солтүстікке көшкен айналысатын тәуекел ұйымына жалпы көмек керек. Бұндай тәуекел ұйымының болғаны маңызды, өйткені сырттан келетін қандастар, іштен келетін көшіп келушілердің осы жақта бір тірегі болу керек деп ойлаймын. Мысалы, мынау Қытайдан келетін, Өзбекстаннан келетін, тіпті ішкі Түркістан, Маңғыстаудан келетін азаматтардың көбі мына жақта бақыттайтын, көрсететін адамдары жоқ. Сол себепті ондай организацияның, мына біздің тәуекел ұйымы сияқты организацияның болу өте маңызды. Сол себепті құрметті жігіттер, ердің құны 100 жылқы, менің құным 1000 жылқы. Осы уақытқа дейін елдік мәселелерде айналып жүргендерінде барларын көрушісіңдер. Сол себепті барынша демесіп, мына Каспийдің ішіне платежи бөліміне тәуекел деп жазсаң, тәуекел ерулік деген мына біздің таңбамен біздің қор шығады. Халық банкта да солай. Жалпы негізі бұл қордың ақшасы далаға кетпейтініне 100% өздеріңіз сенімді боласыздар, өйткені ол жерде бәрі ашық. 2-3 ай сайын бекен осы әлеуметтік желілерде кәдімгідей отчетта жасап тұрамыз. Сол себепті ағайын, жігіттер, ерлер, туыстар, бір көмектерің болсын, тәуекел ерулікті қолданыңыздар. Мені қолдайтын азаматтар осы видеоны барынша таратып жүрсе екен. Ал тәуекел теріскей бізге аманат. Рахмет сендерге жігіттер.